Кеш жарық достар, баршаңызбен бүгін мен өзім Фаберлик компаниясындағы жаңадан шыққан Oxygen атты жаңа топтамамен таныстыруға тырысамын. Яғни бұл крем топтамасы Global Oxygen. Мен барынша осы Global Oxygen'ның барлық топтамасын толыққанды алуға тырыстым. Қазір бұл бірінші осы серияны толық айтып кетпес бұрын сіздерге мен барынша бет күтімінде бірге таныстыра отырып, және де өзімен бірге жағып көрсете отырып, мастер-класс көрсетуге тырысайын. Енді ең бірінші айтатын нәрсе, бет күтімінде ең маңызды нәрсе ол бет күтіміндегі өз тері қалыптарыңызды дұрыс анықтай білуге. Егер сіздерде беттеріңіз, мына беттеріңіздің жаңағы маңдайларыңыз және де мына мұрынның айналасы, мына иек жақтарыңыз майлы болып, қалған беттеріңіздің қалған учаскесі құрғақ болған болса, онда сіздерде аралас комбинированный кожа болып, яғни тері беті болып саналады. Ал жалтырап, поралары, яғни тесіктері үлкейіп, жаңа жалтырап, әрқашан бет жалтырап тұратын болса, майлы бет деп айтылады. Ал егер дағы сіздің бетіңіз тырысып, жұқа, әжімге бейім, тез тырысып, кейде қыстың күні тіптен ақтаңдақ болып кететін беттер, құрғақ беттер, фарфоровое лицо дейді орысша айтқанда, аппақ өзі сондай жаңағы құрғақ беттер болып саналады. Олар өте нәзік, құрғақ беттер өте нәзік болып келеді. Сонымен қатар қалыпты тері беті бар. Енді ол қазір өте аз кездеседі, бірақ көбінесе жаңа туған балалардан бастап қалыпты беттер ол майлы да емес, комбинированный да емес, құрғақ та емес, кәдімгі нормальный қалыпты тері. Енді біз қалай да болса қарап отырсаңыздар, бет өзі үш қаптардан тұрады, үш қабаттан тұрады. Бірінші бұл эпидермис, жоғарғы қабаты, екінші дерма, ортаңғы қабат, және де гиподерма болып саналады. Енді мынау біз қазір бірінші бет күтімінде мен толығырақ айтып кеткім келіп тұрғаны, барлығынша сіздер комплексный, яғни кешенді түрде толық пайдалануыңыз керек топтаманы. Себебі көп әйел адамдар болсын, жаңағы барынша крем, яғни тек қана крем алады, немесе тек қана тазартқыш заттар алады, жаңағы очищение, молочко, гель, немесе пенканы ғана алады да крем алмай қояды, мен тазартсам болды, или маска ғана пайдаланатын адамдар да бар. Оның бәрі қате ұғым деп айтсам болады. Мысалы, өздеріңіз тағам дайындағанда тағамға тұз салмай кетіңіз, суын құймай кетіңіз, толыққанды тағам болып шықпайды, пісіп шикі болып шығуы мүмкін. Сол сияқты бет күтімінде де сіздерге ең маңызды нәрсе ол дұрыс, яғни тәртібімен нақты топтаманы таңдай білу. Енді бастайық. Ең бірінші беттің жаңа айтылған эпидермисті тазартудан бастаймыз. Ол ретте мына Фаберликте жаңадан шыққан топтама, яғни мына Oxygen, жаңағы Global Oxygen деген серияда мындай пена для лица бар, для очищения лица, яғни бетті тазартатын пена. Бұл майлы беттерге және де комбинированный аралас беттерге арналған. 25 жастан жоғары пайдалануға болады. Және бұл мына серияның Global Oxygen деген, яғни патенттелген, бізде білесіздер, Novafthem деген кислородтық құрам бар патенттелген компанияда, және де сонымен қатар бұда энергия беретін және витамин С пен беттің барын ылғалдандырып, витаминизировать етіп, тазартып тұратын сондай құрамдар бар. Яғни бұлар теріге еніп қана қоймай, тазартып қана қоймай, кислородпен жақсылап тұрып, сіздің жаңағы бет қалпыңызды жаңартып, соны нәрлендіріп тұрады. Енді қараңыздар, бетке қазір пенаны қолданамыз. Пенаны аласыздар, беттеріңізге мысалға жаққан кезде массаждық линиямен жаймен ғана өстіп әдемілеп бетіңізге жағасыз. Иісі қандай керемет, осы серияның иісі өте тамаша екен. Кәдімгі французский ароматтардан кем емес.
Енді бұны әдемілеп бетіңізге жағасыз. Егер сіздің бетіңіз құрғақ болса, сіздерге құрғақ беттерге көбіне мына биоматика сериясының молочколары бар, бет тазартатын. Немесе молочко деген заттарды алып тазартуда пайдалануларыңызға болады. Так, бетімізге жақтық. Енді бұны әдемілеп тұрып, бұлай мұрын айналаңызда егер жаңағы майлы жерлер көп болса, қатты ғана үйкемейсіз. Осылай ғана жасап отырып, жаңағы кішкене массаж жасап жүріп, бірден жуып тастауыңызға да болады. Мен қасында суды да дайындап қойғанмын. Бұлай жаңағы сумен, мол сумен де бүйтіп алып жуып тастайсаңыздар да болады кәдімгідей. Немесе мен қазір сіздерге мынандай ватный диск дайындап қойғам. Арнайы мен бірден ватный дискпен де жуып тастай беремін. Міне мастер-класс болғаннан кейін сіздерге көрсетіп, және де бұл пенаны бірден мойынға жағып, мойынмен де бірге тазартып алсаңыздар болады. Негізі бетті тазартқан кезде мойынды да тазартып кетуді ұмытпаңыздар міндетті түрде. Себебі бет пен мойын бірдей күтім жасалған кезде өте керемет ұйқастықпен сіздерді жасатып тұрады. Енді бетті жуып тазарттық. Енді арнайы тағы бір айтатын мәселе, ол бетті жуғаннан кейін общий сүлгімен немесе жаңағы жалпы ортақ отбасыға ортақ сүлгімен пайдаланбаңыздар. Өздеріңіздің беттеріңізге арнайы сүлгі арнап қойсаңыздар болады. Мен қазір пока мына ватный дискпен сүртіп көрсетіп жатырмын сіздерге. Мысал ретінде мына енді бетті аптасына 2 мәрте, кем дегенде 2-3 мәрте сіздер маска жағып тұруларыңыз қажет. Ол маска деген негізгі күтім болып саналмайды. Ол қосымша күтім, яғни белгілі бір проблемаларды соның жаңағы реттеуге, сол проблемаларды шешуге арналған. Яғни беттің безеуі, әжімі, немесе құрғақтығы, немесе жаңағы беттегі дақтарға байланысты неше түрлі қандай проблема бар, соған байланысты арналған маскалар бар неше түрлі. Енді мына жерде біз кислородная маска, яғни қарап отырсаңыздар, Faberlicтің осы Global Oxygen сериясында мынандай кислородная маска для лица бар. Яғни Never Stop Energy деген бұл жаңа патенттелген составы. Яғни осы масканы ашасыздар, ол масканың барлығы өзінің осындай защитный қалпақтарымен тұрады. Масканы бұл гелеобразная маска, қарап отырсаңыздар, міндетті түрде бұндай маскаларды көбіне комбинированный майлы беттерге пайдаланған жөн. Мен енді өздеріңіз көріп отырғандай жақындан да көрсетейін. Осындай массажный линиямен жақшастырып, иісі қандай, қыздар, приятный такой нежный запах. Бір осыны бетіңізге пайдалана отырған кезде бір өзіңізді керемет қымбат француз ароматын сепкендей болып, хош иісін жаққандай болып сезінеді екенсіздер кәдімгідей. Міндетті түрде мойынды да ұмытпайық. Енді міне қарап отырсаңыздар, бұл масканы біздер бетімізде 20 минуттай, 15-20 минуттай кемі ұстаймыз. Яғни 15-20 минуттың ішінде, мен қазір тамақ істеп тастайын, үйді жинап тастайын, сыпырып тастайын, пылесос ұстап тастайын, немесе тағы да басқа үй шаруасымен айналысайын деген болмайды. Яғни сіздер өздеріңіз маска жаққан кезде бетіңізден де, миыңыздан да полный релакс жасап, толығымен өзіңізге релакс жасап, медитация тыңдап, кәдімгідей стресс снимать етсеңіздер болады. Бетіңізде де, өзіңіздің ойыңыздан да, және де өз-өзіңізге бір сондай тайм релакс арнаңыздар. Енді бұл бетті ойыстап жаңа масканы жаққаннан кейін бұлай жастыққа, шалқадан жатып, рахаттанып жасауға да болады. Бетті жинайтын, бетке дақ кетіретін тағы да басқа маскалар бар. Ал мынау Oxygen маскасы бұл мына беттің жаңа айтып отыр ғой, эпидермисті жаңа бірінші пена ол жібітіп, мүйізделген қабыршақтарды жібітсе, одан кейінгі мына маска бүткіл жаңа гиподермаға дейін майлы қабыққа дейін енген токсин шлактарды, сыртқы ортадан енген басқа да керек емес заттардың барлығын мына жаңағы бетімізден шығарады, тазартады. Сонымен қатар тазартып қана қоймай, кислородпен, витамин С мен барынша толықтырады.
мына бүткіл енген жаңағы энергиясын береді. Энергия береді деген бет деген әрленген кезде жанданып, гүлденіп, беттің құлпырып әдемі болып тұруы көбінесе сіздердің маска жағуларыңызға байланысты. Сол ретте мынау Faberlicтің Oxygen маскасы өте екен. Бұл жаңадан шыққан топтама. Иісінің өзі бір өте тамаша. Осыны жағасыздар өздеріңізге. Мен енді қазір сіздерге сөйлеп түсіндіріп жатырмын, ал сіздер сөйлемей, спокойно өздеріңізге солайынша уақыт арнауларыңыз тиіс. 15 минут өткеннен кейін масканы бетіңізді алып үйкелеп жумаймыз, как попало. Жаңағыдай сіздер енді жуасыздар, мен сіздерге мындай ватный тампонмен сүртіп көрсетейін. Яғни беттеріңізді осындай жаңағы массаждық линиямен сүртіп тастайсыздар. Жаңа бетіңіз салқындап, керемет тыныс алып бастайды мысалға, да? Өте керемет сезім ол деген. Сондықтан енді әдемілеп бет күткен кезде масканың орны өте зор. Масканы тек қана баняға барғанда жасаудың емес, аптасына 2-3 мәрте жасап тұрсаңыз, бетіңіздің жас болуын, әдемі болуын, жақсы күтімде болуын сіз қамтамасыз етіп тұрасыз. Сондықтан мен енді шыдамай кеттім, тіптен жуып та тастап жатырмын барынша. Так, көзге де тамып кетіп жатыр. Енді қарап отырсаңыздар, бет деген қандай кішкентай баланың беті сияқты керемет болып қалды. Енді тағы бір айтатын нәрсе, бетті жуып тазартқаннан кейін, жаңа баста айтып кеттім, мынау біздің тері беттеріміз ашылды. Жаңағы 3 қабатты тері кәдімгідей тыныс алып, ашылып, токсин шлактарынан шығып, кислородпен өздері қабылдап, өте бір жасушалық деңгейде бір жақсарып, жаңарып жатады. Енді бұл ашылған орындардың барлығын бірінші жаңағы маскадан кейін біздер тоникпен де тазартып кетуіміз керек. Тоник ол қосымша тазарту, яғни сіздердің жаңағы тек қана маскадан да тағда басқа қалдықтардың барлығын алып түседі. Сондықтан бұл жолы мен енді мына биоматика пробиотикті тоникін жағып жатырмын. Бұл тоникті тоже массажный линиямен жағып шығасыздар барынша. Майлы беттер бар ғой, майлы беттерге тоник міндетті түрде өздерінің, мысалы безеу болса, өздерінің тері деңгейлеріне сәйкес міндетті түрде күнделікті пайдалануға тиіс. Себебі даже маскадан кейін де майлы беттер, безеу көп шығатын, мысалға подросттардың, жасөспірімдердің беттері тіптен жаңағы тоникпен сүрткеннен кейін де қарайып, әлі де болса жаңағы тазаруы шыға береді. Себебі безеудің пайда болуының өзінің себебі жаңағы сырттық факторлардан тері бетіндегі жаңағы мүйізделген қабықшалармен бірге шаң топтасып, мына тесіктерді жауып тастағаннан кейін ауа кірмейді дағы, терінің астындағы, тері астындағы май бөлінуі толығып, ол май шыға алмай бетке, жаңағы жерден бітеліп, ісініп, безеу болып шыға бастайды. Сондықтан сондай жібермес үшін күнделікті бетті әдемілеп тазартып тұру керек, және де ағзаны да тазартуға тырысу керек. Енді тониктан кейін беттен кішкентай баланың беті сияқты өте керемет сезімде болады. Бұл ретте енді мен міне күндізгі кремі бар, Oxygen жаңа Global'дың, біздің осы топтаманың, және де кешкі осындай кешкі кремдері де бар. Мен сіздерге қазір кешкі кремін ашып көрсетейін, себебі мен күндізгі кремін пайдаланып көрдім, өте тамаша. Жаңағы ашылған бет терісінің жаңа тесіктерін сіздер минерал витаминдермен толтыруларыңыз керек. Мысалға мен бір мысалды келтіріп, алманы алып, қабығын ашып сыртқа қойсаңыз, қандай болады жарты сағаттан кейін? Қарайып, сарғайып, мыжырайып кетеді. Сол сияқты бетті тазартқаннан кейін де маска, тоник барлығын жуып тазартқаннан кейін де сол ашылған орындарды дұрыстап минерал витаминдермен толтырмаса, жаңағыдай сырттық фактордағы керек емес жаңағы негативті қалдықтарға толып қалады бет. Сондықтан міне кішкене ғана мына кремді алып бетке массаждық линиямен жағамыз. Беттің кремін тек беттің айналасына жағамыз. Мынау көздің айналасына ол бөлек күтім, себебі көздің терісі беттің терісіне қарағанда 10 есе жаңағы жұқа. Сондықтан беттің кремін көздің айналасына жақпаңыздар. Сонымен қатар ең маңызды тағы бір кеңес,
міндетті түрде дневной, ночной, яғни күндізгі түнгі кремдерді алып жатсаңыздар, көбіне түнгі крем жағылмай қалады, иә, біздерде. Түнгі кремді міндетті түрде жағыңыздар, себебі түнгі крем сіздерді түнімен таң атқанша беттеріңіздің тынығып, ішінен кислородпен барлығымен толықтырып, жаңа витаминдерін бәрін нәрлендіріп, бетіңізді жаңартып, дұрыстап, жақсартатын обновление, яғни жаңартатын осы түнгі кремдер. Сондықтан міндетті түрде түнгі кремдерді ұмытпаңыздар, және де оны жаға отырып, мойынға да жағуды ұмытып кетпеңіздер. Бірге бетті күтіп қана қоймай, мойынды да әбден бірге күту қажет. Қараңыздар, қандай керемет сезім, балғын сезім. Барлықтарыңызға осы Faberlicтің Oxygen көріп отырсыздар өздеріңіз. Faberlicте өте құны, бағасы қымбат емес кремдердің, себебі өзіміздің зауыттардан шығады. Бүткіл шикізаты шетелден алып келінеді, Италиядан алып келінеді, Франциядан алып келінеді. Ал бірақ өзіміздің зауытта Мәскеу қаласының тұсында орналасқан 35.000 квадрат метрді алып жатқан үлкен жаңа фабрикамызда шығарылады. Сондықтан сіздерге айтатыным, тікелей компаниядан алғаннан кейін мына бүткіл Faberlicтің жаңағы тауарлары сіздерге қолайлы, қалтаға қонымды бағамен келеді, және сапасы өте жоғары. Себебі біздерде научный центр разработок дейді, яғни ғылыми зерттеу орталығы бар. Римма Корнеева деген ғалым, жаңа доктор наук медицинских, яғни медицина саласының ғылымы, сол кісінің басқаруымен өте Швейцариямен, мысалы мына кремдерді Швейцарияның ДЭА деген орталығымен, ғылыми зерттеу орталығымен бірге бірлесіп отырып шығарған. Сондықтан сондай Франция, Германия, Италия, Европаның бүткіл жаңағы ғылыми зерттеу орталықтарымен, зерттеу зертханаларымен бірге бірлесіп отырып, барынша инновациялық, соңғы талаптарға сәйкес шығарылады біздің кремдер. Сондықтан міне көрдіңіздер ма, тағы бір маған ұнайтыны Faberlicтің бетке жаққаннан кейін, әсіресе майлы бетке крем жағып табу өте қиын. Бұл кремдердің бір қасиеті, бетіңізге жаққаннан кейін сіңіп кетеді, сіз крем сезбейсіз, бетті ғана сезесіз. Не көріп отырғандарыңыздай, мен түсіндірген кезде көп уақыт алған сияқты көрінуі мүмкін, бірақ бет күтімі бар жоғы күндіз 5 минут, кешкісін 5 минут алады. Тек аптасына 2-3 мәрте әртүрлі маскаларды бетіңізге тазартып жағатын болсаңыз, сол кезде бір жарты сағат, 1 сағат уақытыңыз сіздің релаксыңызға кетеді деп айта аламын. Міне өздеріңіз көріп отырғандықтан, сонымен қатар қосымша заттар бар, сывороткалар бар. Мен жаңа кремді жақсам, одан сайын жақсы, енді кеш болып қалды ғой, одан сайын нәрленіп жақсарған қаласаңыз, және де кез келген бір жарақат, кішкене бір күйгеушілік болса, мына кислородный бальзам бұл атақты, өте бұрынғы 20 жылдан бері келе жатқан мықты бальзам. Осы бальзамды да сіздер креммен қосып бетке жақсаңыздар, бетіңіздің жаңағы тесіктері кішірейтіп, бетіңізді әрлеп, жақсы жаңа кислородтың, қосымша кислород беріп, әрлендіріп тұрады. Міне, барынша күтім қолдану өз қолдарыңызда. Мына Faberlicтің Global Oxygen жаңа сериясы менің сынағымнан жақсы өтті, өзіме мықты ұнап тұр. Бетімнен сондай нәзік қош иіс шығып тұр, өзіме өте керемет. Бір өзіңізді бір күтімдегі баптағы өте мықты әйел ретінде сезініп қаласыз. Яғни Коко Шанельдің сөзі бар, әдемі емес әйел жоқ, әдемі болғысы келмейтін әйел бар деп. Яғни сіздер өздеріңізге әрқашан уақыт арнаңыздар, көңіл бөліңіздер. Әйел ретінде өз-өзіңізді қабылдап, өз-өзіңізді сүйіп, өз-өзіңізге көңіліңіз толып, өмірді де, көңілді де дұрыс қабылдай білсеңіздер, сіздердің жеке өмірлеріңізде, бизнеста болсын, басқа да жұмыста болсын, өмірде, қоғамдағы адамдармен қарым-қатынасыңызда өзгереді. Себебі айнаға қараған кезде өзіңізге көңіліңіз толса, ары қарай сол жақсы ой, позитивті ой импульс беріп, ары қарайғы сіздің әрекетіңізді туындатады. Яғни әрқашанда сәтті де сұлу, тамаша, көрікті болып жүру өз қолдарыңызда. Сіздерге бұл ретте Faberlic компаниясы барынша
көмектеседі. Егер менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліңіздер және де міндетті түрде қоңыраушаны басыңыздар да лайк қойып кетіңіздер. Барынша комментарияларыңыз жазыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, осы орайға қойып кетулеріңізге болады. Ал егер Faberlic компаниясына тегін тіркеліп, менен тегін кеңестер алғыларыңыз келсе, төмендегі сілтемелерге кіріп, менімен хабарласып тегін тіркелулеріңізге де болады. Барынша сіздерге сәттілік тілеймін. Сау саламатта болыңыздар. Сұлу да көрікті болып, әдемі болып, бақытты болып жүріңіз.